Ақбота ханым қайтадан хитқа шығып жатыр ғой. Кеше қарап отырсам, келіншегін жіберді. Енді неге кеттік? Енді уже тренерлер жамандауға кеттік та. Былай қарасаң, мен де сондай болғам. Мен де өзім тренерлермен конкурент етіп, өзім тренерлермен жарысқым келген. Кейіннен қарап отырсаң, ондай нәрсе да. Біздер адамдар акасы есегіміз көпірден өтем дегенше, сол адамды құдай қыламыз да. Есегіміз көпірден өтіп кеткеннен кейін, сол адамды құлға да санамаймыз да. Бұл жерде мынандай нәрсе да, Ақбота ханым. Егер де сол ситуация болмаса, бүгін сен осындай жағдайға жетер ме едің? Вот осы нәрсеге көңіл аударып көріңізші, өтініш. Потому что қазір сіздің мынау сөзіңізден кейін қанша өсем деп жатқан адамдар мынандай өздерінің мұғалімдеріне сенімге қалып кетеді да. Білмеймін, енді бұл менің ойым, бірақ дегенмен есегім көпірден өтті ме екен деп сонша артқа қарай өте бермеңізші.